құрметті көрермендер, 2024 жылы Мәдениет басқармасы, мемлекеттік қызмет көрсету және мұрағаттар басқармасы, Қостанай облыс әкімдігінің білім басқармасы, кітап оқу және мәдениетті дамыту мақсатында мемлекеттік және орыс тілдерінде онлайн режимде оқы және жең облыстық байқау өткізілді. Байқаудың міндеті халық арасында кітап оқу мәртебесін арттыру, кітап оқу белсенділігін ынталандыру, мәдениет және оқырмандар біліктілігін дамыту. Байқау облыс тұрғыны 3 жасында санаты бойынша өткізілді. Бұл 10 жастан 14 жасқа дейінгі қоса алғанда, 15 жастан 18 жасқа дейінгі қоса алғанда, 19 жастан одан жоғары. Бүгінгі біздің қонағымыз онлайн байқауын қатысушысы нөмір 2-ші Қамысты жалпы білім беретін мектебінің 10-шы сынып оқушысы Касаев Жандос. Қайырлы күн. Оқы және жең облыстық байқау туралы өз ой пікіріңізбен бөліссеңіз. Осы сайыс маған ұнады, себебі бұл жерде біз кітап оқыдық. Кітап оқығанда көптеген жаңа сөздермен танысып, жаңа эмоцияларды алдық. Жақсы. Осы оқылған кітаптардың арасында қай кітап өз әсерін қалдырды? Маған бұл Эрнест Хемингуэйдің «Шал мен теңіз» кітабы. Себебі бұл кітапта шал еш қиындыққа қарамай өз еңбегін етіп, өз мақсатына жетті. Биыл бірінші ақпаннан бастап 3-ші облыстық оқы және жең онлайн кітап оқу басталады. Осы байқауға қатысатын ойың бар ма? Осы байқауға қатысуға ойым бар. Жақсы, рахмет келгеніңізге.